Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді әрі жұмсақ және тез дайындалатын мини пиццалар дайындаймыз. Егер де рецепт ұнаса, каналыма жазылып, менімен бірге дайындаңыздар. Құрамын описаниеда қалдырып кетемін. Ең алдымен ыдысымызға 140 мг сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылы болуы тиіс. Содан соң 1 шай қасық қант, жарты қасық тұз, 1 шай қасық ашытқымызды салып, кішкене ұнымызды салып араластырамыз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін 20 мг сұйық майымызды құйып, тағы да қалған ұнымызды салып араластырамыз. Және жұмсақ қамыр илей бастаймыз. Қамырымыз міне осындай болуы тиіс, қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ. Үстіне ас пленкасын жауып, қамырымызды 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне уақыт өткеннен соң біздің қамырымыз дайын болды. Оны тақтайшаға салып, оқтаудың көмегімен ысып аламыз да, бізге керек формада дөңгелекшелер дайындап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде отбасыңызға, балаларыңызға жасап беріңіз, оларға ұнайды деген сенімдемін. Бір жасағаннан кейін осы пиццаларды жиі жасайтын боласыздар. Кетчупты майонезді араластырып, соус жасаймыз да, осы дөңгелекшерге 2 шай қасықтай салып, жақсылап жағамыз. Енді үстіне үкіштен өткізілген ірімшігімізді кішкене салып, үстіне майдалап, шұжығымызды турап саламыз. Үстіне болгар бұрышын немесе қызанақты да салуға болады. Достар, осы рецептпен үлкен пиццада дайындауға болады. Ал енді соңғы кезекте пиццаларымызды духовкамызға 20 минутқа 180 градусқа қоямыз. Достар, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесіде рецепті ең бірінші болып көретін боласыздар. Міне тез арада біздің мини пиццаларымыз дайын болды. Соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Айым.